деңгейінде өтетін жиналыстар, аудан деңгейінде өтетін жиналыстар, қайсы бір мерекелік іс-шаралар болсын, толыққанды қазақша өтеді. Құрметті ағайын, сіздерден де уақыттарыңызды көп алмайын. Самар ауданы туралы айта кетейін. Ең бастысы сұрайтын адамдардың барлығы неге Самар деген, ол қайдан шыққан дейді. Бұл енді осыдан 2 ғасыр бұрын Ресейдің Самарская губерниясынан орыстар көшіп келген, сол жерде Самарский район деп содан қалып қойған, Самар ауданы деп. Сол аты қалды. Қалайында қазақтарға Аустрияқ десе жоқ, біз құлағымыз үйреніп кетті, өзіміздің туған жерім Самарым, Тоғрыл Самарым деп мақтан отыратын жер осы. Аудан әкім болып келгеніме жарты жыл болды. Біз енді Самар туралы қысқаша айтатын болсақ, жерім бәрі өте құнарлы, негізінде өседі. Бізде бау-бақша өсіргенге өте қолайлы жер. Күзде капустасы болсын, сәбізі болсын, қандай бау-бақша соның бәрін өсіре беруге болады, дәнді-дақылдарды өсіруге болады. Және көріп отырсыздар, керемет әдемі жерлердің бәрі осы жерде. Бізде су бар, туризм дамытуымыз керек. Егер де келем деген ағайындар болатын болса, жер бергенге міне крестьянский хозяйственный басшыларын бірге алып келдік, шаруашылық басшыларымен. Олардың бәрі айтып отыр, егер де келем десе, бау-бақша өсірем десе, бір 5-10 гектар жерден бөліп соны жасағанға судың қасында береміз деп отыр. Сондықтан да күтеміз. Бізде де сол проблема. Басқаларда сияқты мұғалім жетіспейді, бала жетіспейді, жұмыс қолы керек. Көптеген кәсіпорындар ашып жатырмыз. Ол жерге де адамдар жоқ. Өскемен қаласына әкеліп жатамыз. Енді мына жақта қатып қалған ештеңе жоқ. Көшемізді естетін болсақ, көшіңіздер. Мен ең бірінші осы жаңа келген кезде есіме түсіп отырды. 2010 жылы Жарықтық Бердібек Машбек Сапарбаев келген кезде, серпін бағдарламасы бойынша ең бірінші балаларды алып келгенбіз сол кезде. Сол кезде айтқан болатын. Мына жерде келіп отырған бәрілермен жерлесім, туыстарымен келсіңдер, балаларға айтты. Егер де біреуге барып тұрып, сен оңтүстіктен дейтін болса, маған кел, мен мына милицияны шақырып, қолын ұстатып, қолын қайырып нетемін. Сол сияқты міне отырған әкімдердің бәрін айтары сол. Келген кезде қорықпау керек. Бұл жерде шығыс деген ол бөлек жер емес, бұл Қытай емес, бұл Ресей емес, бұл қазақтың жері. Осы жер бәріміздікі бір жер. Келем десеңіздер, жол ашық. Қазір енді шыққан кезде сұрақтарыңыз болатын болса, жауап беруге дайынбыз.